атасын тыңдамайды, әжесін тыңдамайды. Бүкіл қазақтың несі дәстүрі оған ешқандай қызық емес. Жезқазғанда бір ақсақал келді алдыма. Мына жастар қайда кетіп бара жатыр. Яғни мен имам болып тұрған кезінде Жезқазғанда. Ой, ақсақал келдіңіз, не болып қалды? Жаңа келіп жатсам көшеде өзің секілді жап-жас жігіт маған уағыз насихат айтты дейді. Мен оны тыңдап болғаннан кейін бар ғой сонда қазақта. Ей, қай қазақтың баласың деп айтады ма ақсақалдарымыз? Сол кезде жас бала, жоқ ата мен қазақ емеспін, сіз үйді қазақты бөлмеңіз. Мен мұсылманмын деп баласына жауап берді дейді. Қазақ, өзбек, арабты бөлмеге болмайды. Мен мұсылманмын деп жауап беріп кетіп қалды дейді. Соған ақсақал ашуланып келген сәті мешітке. Сендер не қарап отырсыңдар, мына жастарға неге тәрбие бермейсіңдер деді. Қазақ емеспін деп қазір біреу айтса осы жерде Құранға қарсы шығады. Құран кәрімде Алла деп жатыр, сендер түрлі ұлтқа бөліп тастадың деп жатыр. Ұлысқа бөлдің деп жатыр. Алла Тағала бізді қазақ қылып жаратты, біз әлемнен қазақ болып өтеміз. Ешқашан араб бола алмайсың, ешқашан басқа ұлтқа өте алмайсың. Алланың берген ұлты, Алланың берген тілі, міне осыны қадірлеу керек. Аллаға шүкір, біз қазақ болғанымызға Аллаға шүкір деуіміз керек. Алла бізге осы ұлтты берген. Демек, дінмен жүресің бе, дәстүрмен жүресің бе деп баланы не істейді? Ата-анасынан, ата-әжесінен алып қойды, енді баланың сөздерін тыңдамайды. Енді бала қайда келеді? Бұлар екінші жолы бала мешітке келеді. Мешітте имамдар бар бұл жерде, медресе көрген ұстаздар бар. Осылардың сөзін тыңдайын десе, енді баланы олардың алып қояды осы жерде. Не деп жатыр?